Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Мен Жарсы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Серікбол Таңғыр. Мен экоблогер байқауына қатысып, өте маңызды мәселе туралы айтқым келеді. Біз осы мектепке күнде келеміз. Яғни бұл жер біздің өміріміздің бір бөлігі. Бірақ бір нәрсені өзімізден сұрап көрдік пе? Біз осы ортамызға қалай қараймыз? Біз таза жерде жүргенді жақсы көреміз, бірақ сол тазалық өз-өзінен пайда болмайды. Кейде біз өте кішкентай нәрсені байқамаймыз. Бір қоқыс, бір бөтелке, бір қағаз. Оның барлығын біз ештеңе етпейді деп ойлаймыз, бірақ ештеңе үлкен мәселеге әкелуі мүмкін. Қарасақ, бұл жай ғана қоқыс, ал шын мәнінде бұл үлкен мәселенің бастамасы. Біз мән бермейміз, ештеңе етпейді деп өте шығамыз. Біз бұл мәселені бір күнде жасамаймыз, бірақ соған күнде үлес қосамыз. Байсаңын көптеген дүкендерін араладық, бірақ қоқыс сұрыптауға арналған қоқыс жәшіктерін кездестірмедік. Егер осындай жәшіктер қойылса, адамдар қоқысты бөлек тастап, табиғатты қорғауға үлес қосар еді. Бұл экология үшін де, қала тазалығы үшін де өте маңызды қадам болар еді. Пластик гүлдер әдемі көрінгенімен, олардың жаны жоқ, әрі табиғатқа пайда келмейді. Уақыт өте келе олар қоқысқа айналып, қоршаған ортаны ластайды. Пластик гүлдердің орнына шынайы гүлдер қойылса, олар жай ғана сән болмайды, олар тыныс береді. Біз күнде көретін қарапайым гүлдің өзі бізге оттек сыйлайды. Кішкентай ғана гүлдің өзі табиғаттың бір бөлшегі екенін еске салады. Кішкентай таңдау, үлкен өзгеріс. Ауыл табиғатқа ең жақын жер, бірақ біз бұл жерді қаншалықты таза ұстаймыз. Ендеше ауыл тұрғындарының пікірін білейік. Сіздің ойыңызша таза ауыл болу үшін ең бірінші не керек? Таза ауыл болу үшін адам өзінен бастау керек тазалық деп ойлаймын. Ауылда сенбілік ұйымдастыру керек. Көшелерді таза ұстау үшін үйде көбірек айту керек деп ойлаймын балаларға. Жүрген жерлерінде қоқыс жәшігіне тастаңдар деп, далаға әр нәрсені шаша беру керек деп ойлаймын. Ауыл шаруашылығында сіздер мал тезегін қалай қолданасыздар? Мал тезеген біз әдетте сол отқа жағамыз және егіндік жерге пайдаланамыз. Мал тезегіне екінші өмір беру үшін не істеуге болады? Мал тезегіне екінші өмір беру үшін оны егістік жерге және отын ретінде пайдалануға болады. Мысалы, мен әдетте солай істеймін. Бүгін біз мал тезегінің жай қалдық емес, қайта пайдалы ресурс екенін түсіндік. Оны дұрыс пайдалану арқылы біз табиғатты қорғаймыз, топырақты жақсартамыз, тіпті энергия да ала аламыз. Дәл қазір біз ауылдағы үлгілерден сұхбат алуға келдік, ендеше кеттік. Сәлеметсіз, сізге бірнеше сұрақтар қоя кетсем, сіздердің үйлеріңізде қандай экологияға байланысты әдеттер бар? Сәлеметсіз. Біз экологияға байланысты үйдің ішінде гүлдер өсіреміз, бөлме гүлдерін ауаны тазартып тұру үшін, таза ауа болу үшін, және де күнделікті 10-15 минут үйдің терезелерін ашып, таза ауаны бөлме ауасын алмастырып аламыз, және де үйді үнемі таза ұстауға тырысамыз. Сіздер үй маңын қалай таза ұстайсыздар? Үй маңын таза ұстау үшін тек қана бір адамның еңбегі емес, оған үй іші бір атсалысу керек деп ойлаймын. Себебі мен үйдің ішкі жұмыстарына жауап берсем, жолдасым үйдің сыртқы жұмыстарына жауап береді деген сияқты. Жазғы күні есік алдына гүл егеміз, ағаштар отырғызамыз, бау-бақшамен айналысамыз. Күзді күні күздің жапырақтарын бақшаға тыңайтқыштар ретінде қолданамыз, және де малдың тезектерін көң ретінде топырақтар тыңайту үшін күзді күні себеміз. Сіздер балаларыңызға тазалықты қалай үйретесіздер? Әрбір ата-ана ол балаларының айнасы, балалар біздерге қарап өседі. Біз не істесек, балалар соны қайталайды. Сол үшін біз өзіміз жұмыс істеген кезде балаларымыз оны көріп жүреді. Кішкентай болса да бізбен бірге ілесіп, шамалар жетпесе де қолдарынан келгенін істейді. Біз олардың бетін қақпаймыз, олай істеме, бұлай істеме деп өздерінің қалаған істерін бізден үйренгендерін істейді. Жақсы, сұхбатыңыз үшін рахмет. Өзіңізге де рахмет. Табиғат бізге берілген дүние емес, бізден кейін қалатын аманат. Соны бірге сақтайық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.